Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен берілген мәліметтер бойынша гистограмма салуды қарастырамыз. Гистограмма салатын кезде біздер ескеруіміз керек. Мына X өсімізде уақыт тұрады. Мына жақта уақыт тұрады. Мына Y өсінде не тұрады? Бізде мына жерде ойын саны тұрмайды, яғни ойыншылардың саны тұрмайды. Ол жерде бізде тұрады тығыздық. Осыны ескеру керек. Гистограмма дегеніміз ол бізде тіктөртбұрыштар ғой. Сәйкесінше мына ойыншылар саны деп отырғанымыз ол бізде абсолютті жүйе ғой. Демек, ол мына берілген тіктөртбұрыштардың аудандары деген береді. Демек, мына 0-ден 10-ға дейін деген ол бізде енін көрсетеді, мына 10. Мына жерде қадамды ескеру керек. 10-нан 20-ға дейін міне. 20-дан 40-қа дейін өзі 2 есе қылып аламыз, міне. 40-тан 60-қа дейін тоже 2 есе. 60-тан 100-ге дейін өзі 4 есе. Мына қадамдарды біз ретімен сақтауымыз керек. Яғни бір клетканы 10 деп алсаңыз, сәйкесінше өзі мына жерде 20 ғой, 20-дан 40-қа дейін өзі 2 клетканы алу керек дегенді білдіреді. Енді тығыздықты тауып аламыз, яғни гистограмманың биіктігін тауып аламыз. Оның биіктігі деп отырғанымыз, мына біз 16-ны аудан дедік, мына 0-ден 10-ға дейінгі интервалымыз ол бізде енін береді, тіктөртбұрыш. Сәйкесінше биіктігін табу үшін ауданды еніне бөліп тастаймыз, сонда 1/6. Сәл 54-ті 10-ға бөлеміз, 5/4. 78-ді өзі 20-ға бөлеміз, 40 пен 20-ның арасы 20. Неше болады? 3/6 бола ма? 78 20-ға бөлгенде. 2-ге бөлсем 36 ғой, дұрыс қой. 32-ні бөлемін 20-ға, 1/6. 20-ны бөлем 40-ға, 0/5. Мына жақтағы қадамды ескереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп қадамды ескереміз. Сонда 0-ден 10-ға дейін 1/6. Сәйкесінше 1/5-тен сәл асамыз. 5/10-нан 4, 10 мен 20-ның арасы 5/10-нан 4. Мына жерде. Мынаның арасын 1/6, мына жер 5/10-нан 4 деп көрсетіп қойыңыздар. 20 мен 40-ның арасы 3/6. Мына жер бізде 3/6. 40 пен 60-ның арасы 1/6. 1/6 деген мына бойы болды ғой, жаңа. Мына жерде 0/5. Значит, былай кішкене кетеді. Осы бізде гистограмманы білдіреді. Түсінікті ғой, X өсінде уақыт немесе кейінсақ шамамыз, мына беріп тұрған. Y өсінде орналасады тығыздық, немесе гистограмманың биіктігі. Осы жағдайда бізге табу керек орташа уақытты. Яғни 200 ойыншы өткізген орташа уақыт дейді. Сәйкесінше бізде интервалмен берілген кезде, кейінсақ шамамыз интервалмен берілген кезде, біз орташа мәнді табу үшін мына шеткі мәндерді қосып 2-ге бөлеміз. Яғни 0 плюс 10 бөлем 2 көбейтілген нешеге? 16-ға. Дәл солай 10 қосылған 20 бөлінген 2 көбейтілген 54-ке. 20 плюс 40 бөлінген 2 көбейтілген 78-ге. 40 плюс 60 бөлінген 2 көбейтілген 32-ге. И соңғысы 60 плюс 100 бөлінген 2 көбейтілген 20-ға. Осыларды бөліп тастаймыз біз 200-ге. Себебі бізде 200 ойыншы бар. Есептейміз. Есептейік. 10-ды 2-ге бөлеміз 5. 5-ті 16-ға көбейтеміз 80 болады. Бұл жерде 15, 54-ті 15-ге көбейту керек болды. 22 ойда 4, 6. Шатасып кетсем кешірім сұраймыз. 25 2 ойда 5, 7, 0, 11, 810 болады. 20-ға 40 қосқанда 60, 30 болады. Бұл жерде 78-ді 30-ға көбейтеміз 24 2 ойда. 21, 22, 23. 2340. 40-қа 60 қостым 100, значит 50. 32-ні 5-ге көбейтсем 10, 1 ойда 15, 16, 1600. 162-ге 80. 80-ді 20-ға көбейтем 16, 00. Сонда 1600-ге 1600 3200. Оған 2340-ты қосам.
810-ға 80-ді қосам ба, 890, иә. 0, 13, 1 ойда, 5, 13, 14, 1 ойда, 5, 6 да. 6430. 6430-ды бөлеміз 200-ге. Сәйкесінше 643-ті 20-ға бөлеміз ба? 20-ға бөлеміз, иә. 64 дегенде 3 неше болады? 60, 43, 20-ға. Так, нешеден келеді? 2-ден келе ма? 40, 3 қалады, өтір 31 келеді, 20, 10, 15, иә. 32 бүтін 100-ден 15-ге тең деген сөз. Сонда орташа уақытымыз осы шамаға тең. Осы уақыттардың квартил аралық өзгеріс ауқымы мүмкін болатын ең үлкен мәні. Квартил аралық өзгеріс ауқымы деген сөз ол Q3-тегі мәннен Q1-дегі мәнді азайтамыз деген сөз. Сәйкесінше Q3 қайда тұрады? Мына жерде біз Q2-ді тауып алсақ, яғни медианаға Q2 деп отырғанымыз, барлығы 200 ойыншы болса, значит медианасы 100-ге тең, иә? Медиана 100. Енді 100 деген қай аралықта? Мына 16, 54 дегенде 70, значит 70-ке 38, 78 қосқан кезде, да? Сәйкесінше медианамыз 20 мен 40-ның арасында деген сөз. 20 мен 40-ның арасында, иә, медианамыз. Онда Q1-іміз мына екі шетте мына. 0 мен 10-ның арасында, или 10 мен 20-ның арасында. Демек, Q1-ді тапқан кезде бізде, біз мана медианамыз 100 болды. Сәйкесінше 100 дегенде екі жақтан бөлінеді, иә. Мына жақта, мына жерде 100 тұрады. Мына екі шетке бөлінеді, иә. Мына жақта біз 100 элементтен 50-ге тең, мына жақта 100 элементтен 150-ге тең, иә. Сонда 50-ші элемент нешеде тұрады? Мына 16, 54 дегенде, демек Q1-іміз мына 10 мен 20-ның арасында болады, иә. Мына 10 мен 20-ның арасында болып заявление. Енді Q3-іміз 150 деген, мына 16-ға 54 қостым, 70, 70, мына 78-дің 30-ы кетеді, 100 болу үшін. Сәйкесінше 30-ы кетсе 48 қалады, маған 50 болу керек қой, иә, уже 50 қосам ғой. Демек, мына жақта 2 қосылса, демек, мына жақта келеді ғой, 40 пен 60-ның арасына келеді. 40 пен 60-ның арасына келеді Q3. Енді бізде тап деді, квартил аралық өзгеріс ауқымының мүмкін болатын ең үлкен мәні. Сәйкесінше Q3-тегі мына ең үлкен мән 60-қа келеді, Q1-дегі ең кіші мән 10-ға келеді. Себебі максимальный мән қабылдау үшін Q3 максимальный мән қабылдау керек те, Q1 минимальный мән қабылдау керек. Демек, жазамыз, сонда мына жерде біз Q3-ті максимальный мәні 60 болды, Q1-ді минимальный мәні 10 болды. Сонда біз мына квартил аралық өзгеріс ауқымының ең үлкен мәні, мүмкін болатын ең үлкен мәні ол бізде 50-ге тең деген сөз. Түсінікті болар, иә? Біз бүгін гистограмманы салдық. Сосын интервалдармен берілген кездегі орташа мәнді есептедік, және біз квартил аралық өзгеріс ауқымын қарастырдық. Қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, осыларға қатысты комментарийға қалдырыңыз. Келесіде қандай сабақ көргіңіз келеді, тоже комментарийға жазыңыздар, соған байланысты сіздерге сабақ салатын боламыз. Әзірге осы, біз сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.